Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер арқылы бүкіл біздің облыстағы ардагерлерді құттықтағым келеді. Мына бүгінгі бастама керемет бастама. Мен барлық аудандарға айтамын бұны. Мынандай ғимараттар бар ғой, бос тұр. Бекерге тұрғанша осындай егі шаруаға жасау керек. Тойхана бастаған ісіміз бар еді, 18 жыл соққанбыз. Содан кеше 19 жылы бітіп, сол кезде мынандай жарыстар болды. Жарыстан кейін артынан пандемия болды. Содан тоқтап тұрған жұмысымыз. Өз қала әкімі жаңадан келген Гүлжан Мамытқызының бұл кісі өзінің ойын айтып түсіндірді. Ардагерлер орталығын жасайық деп. Ардагерлер орталығының ішіндегі ол кісілердің жасын ұзарту, сол мәселелерді көтерсе қалай болады, ол үшін не істеу керек деп бізге біраз өзінің көрген білгенін түсіндіріп айтты. Сол бойынша жұмыс істедік. Акиматтан бізге жерлер берілді, 15 гектар Байша деген ауылдан. Уақада жылыжай соқсақ деген планымыз бар. Өнім піскен уақытында 50-60 адам жылыжайымызда жұмыс істейді. Өнімге сұраныс бар, өте көп.